Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен таңғы асқа арналған өте құнарлы, пайдалы 6 түрлі дәмнен жасалған ботқа рецептімен бөлісемін. Жасалу жолы өте қарапайым. Дегенмен қалай дәмдірек ету жолын көрсететін боламын. Қолдау мақсатында каналыма тіркеліп өтіңіз. 6 түрлі дәнге сұлы, бидай, арпа, қара бидай, жүгері және қарақұмық үлпектері кіреді. Мен дүкендегі 6 злаков царь кашасын қолдандым. Каша үшін бізге алма бөліктері, бал, қант керек болады, және де сүт, шие бөліктері, сары май, және де осы 6 злаков царь кашасы. Ең алдымен каша жасайтын кастрөлімізге шамамен 500 мл суымызды қайнатып аламыз. Мен кашаны 4 адам порциясына арнап жасайтын боламын, сондықтан әр адамға 2 ас қасықтан өлшеп, жалпы 8 ас қасық каша салдым. Кашамызға шымшым тұз қосамыз. Сосын 2 ас қасық қант қосамыз. 82% сары майдан 1 ас қасық қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып отыратын боламыз. Кашаға сары майды міндетті түрде қосыңыздар, өте керемет дәм береді. Енді кашамызды осылай үздіксіз араластырып отырамыз. Орташа отқа қойған жақсы. Бірте-бірте суы қайнайды, сосын су азая бастайды. Суы тартылған уақытта біз 100 грамм сүтімізді қосатын боламыз. Сүтті ең басында емес, ең соңында қосыңыздар. Әйтпесе қайнап түбі жабысып қалуы мүмкін. Кашаны тағы да 1-2 минуттай араластырасыздар. Егер қатты қайнап суы тартылып бастаса, үстіне тағы да қайнаған судан қосыңыз. Кашаның сұйықтау болғанын қаласаңыз, сүт пен судың мөлшерін көбейтіңіз. Тәтті кашаға мен қышқыл шие бөліктерін қосамын. Сізде үйдегі бар жемістерді қоссаңыз болады. Сосын туралған алма бөліктерін қосамыз. Егер алма қатты емес, жұмсақ болғанын қаласаңыз, ең басында кашамен бірге қоссаңыз болады. Сонда езіліп жұмсақ болып пісетін болады. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Егер кашаның суы тартылып, асты жабыса бастағанын байқасаңыз, онда үстінен қайнаған су қосып жіберіңіз. Мінекей біздің кашамыз дайын болды. Енді кастрөлдің қақпағын жауып, кемінде 5 минутқа қалдырыңыз. Дайын болған кашаны 4 ыдысқа теңдей бөліп саламыз. Осындай жалпақ тәрелкеге салсаңыз, кашаңыз тезірек суиды, және де қасықтың көмегімен тағы да жайып шығыңыз. Үйде кішкентай балаларыңыз болса, кашаны ыстықта жеп қоймасы үшін осылай жайып, тезірек суытып, жеуге ұсынсаңыз болады. Сары май әрине ешқашан артық етпейді, кашаның бетіне тағы да бөліктерін қоссаңыз болады. Сосын жарты шай қасық бал қосып шықтым, және де туралған алма мен алып қалған шие бөліктерін қостым. Сіздер де кашаны әзірлеп, үйдегі бар заттармен ұсынсаңыз болады. Варенье, қаймақпен немесе сезондық жемістермен. Ал сіздер каша жейсіздер ме? Және де қай түрі ұнайды? Комментарий бөлімінде жазып қалдырыңыз. Егер рецепт пайдалы болса, каналыма тіркеліп жақыныңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.